Біздің ондағы мақсатымыз ауылымыздағы қарт қарияларымыздан ұмыт бола бастаған әндерді жинақтау. Ауыл ішіндегі өнерпаздар мен қолөнер шеберлерінің туындыларын өскелең ұрпаққа дәріптеу, елге үлгі етіп ұсыну. Өнер – халық тарихының шежіресі. Өнер арқылы өмірдің кең тынысы, тіршілік құбылыстары бейнеленеді. Қазақ халқының басынан өткен сан қилы замандар, оның тіршілігі мен дағдарысы, салт-дәстүрі, санасы, өмір сүрген ортасы, әдет-ғұрпы арқылы ұлттық өнер ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, болашақ үшін тарих сахнасына айналды. Ұлттық өнерімізді бізге жеткізе білетін салалардың бірі ол ән өнері. Олай болса, бүгінгі біздің студиямыздың алғашқы қонағы ауылымыздың тұрғыны Амангелді Март апай, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Март апай, өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Мен енді өзім жайлы айтатын болсам, мен қарапайым отбасында дүниеге келдім. Біздің семьяда 3 ұл, 6 қыз өстік. Сол қыздың 5-шісімін. Қазіргі жағдайда отбасым бар, бала-шағам, отбасының тәрбиесінде, бала-шағам тәрбиесінде отырмын. Папам былтыр дүние салды, мамамыз Құдайға шүкір тірі. Осы шағын өзім жайлы. Ән өнеріне қай жасыңыздан бастап ден қоя бастадыңыз? Мен ән өнеріне кішкентай кезімнен өзім ыңылдап өлең айтатынмын. Ыңылдап жүріп, сол ыдыс-аяқ жуып жүріп, үй сыпырып жүріп өлең айтып жүретінмін. Ал сахналарда мектеп қабырғасында жүргенде 3-ші сынып оқып жүргенде шықтым. Онда орындаған әнім Атамекен. Кең далам деген бар ғой, сонда сол өлеңді айтып шықтым. Қазір сол, Аллаға шүкір, сол жалғастырып жүрмін. Жалпы ән айтуды кімнен үйрендіңіз? Менің ән айтқандағы үйренгенім өте қызық жағдай. Маған ән айтуды ешкімді үйреткен жоқ, өзімнің табиғи жаңағы қой бағып жүріп, әке-шешеміз қой бағатын. Сол қой қозы жазғы каникулда бізді жібереді. Сол өзде қолыма таяғым бар, қасымда томпаңдаған өзімнен кейінгі сіңілім бар. Сол екеуміз кетеміз, жаңа сіңіліме қойды қайыртып қойып, мен кішкене өлең айтып алайын деп тастың төбесіне шығып, айғайсам жаңа ағашымды домбыраға тартып өлең айтады екенмін. Сонда ауылдың адамдары мені тыңдайды екен, мен оны білмеймін. Жаңағы ойбай Амангелдінің сарғыз өлең айтып жатыр деп, жарықтық әкемнің аты Амангелдінің әйдік, сән қой жаңағы күй тартатын ол кісі жарықтық былтыр дүние салды, жатқан жер жайлы болсын, өте сергісі еді. Одан кейін сол сөйтіп домбыраға салдым әнімді. Одан сол жаңағы әкем ықпал жасады, қызым былай тартта, былай тарт, былай өлең айт, былай қосасың деп. Сонымен домбыраға салып өлең айтатын болдым. Сол кісілерден солай үйрендім. Кімдердің әнін сүйіп орындайсыз? Мен енді қазақ болғаннан кейін қазақты дәстүрлі өлеңдерді, жаңа халық әндерін сүйіп орындаймын. Көбінесе домбырамен қазақтың халық әндерін сүйіп орындаймын. Енді қоржыныңыздағы әндерден бір-екі әнін орындап берсеңіз. Жарайды, отам, рахмет, орындап берейін. Қазақтың халық әні Гүлдариға орындап берейін.
бүлдірген. Құрметті Март апай, уақытыңызды бөліп, бүгін біздің студиямыздың қонағы болғаныңызға рахметіміз шексіз. Ал енді мына сұхбатымыздың соңында бүгінгі жастарға берер ақыл кеңесіңіз, не басқа айтарыңыз бар ма? Ақыл кеңес көп қой, қазіргі жастарға айтатын. Сабақтарыңды өте жақсы оқыңдар деймін, ата-аналарыңның тілін алыңдар деймін. Жаңағы мынау ұмыт болып бара жатқан қазақтың қалған әндерін дәріптесе деймін. Қазіргі жастардың бәрі шетелдің өлеңдеріне, шетелдің билеріне еліктейді. Одан гөрі өзіміздің қазақтығымызды танытып, кішкене қазақтың өлеңдерін орындап, қазақтың биін билеп, қазақтың халық әні, дәстүрлі өлеңдерді домбыраға қосып, құйқылжытып орындаса, нұр үстіне нұр болар еді деймін. Қазақ екенімізді білдірді. Енді не қыл деймін, енді дендерің сау болсын, барлықтарыңа денсаулық тілеймін. Рахмет сендерге. Ал құрметті көрермен, өнер көзі халықта атты сыр сұхбат шарасы өз мәресіне келіп жетті. Біз сіздермен келесі аптада тағы көрісетін боламыз. Күніміз нұрлы, аспанымыз ашық болып, аманшылықта жүздесейік. Сау саламат